Бүгін жас көшеттерді құмырсқадан қалай аман қалудың жолын көрсететін боламын. Бізде 1, 2, 3, 4 көшет бар. Құдай қаласа шабдалы, 3 жасар шабдалы биыл гүлдеп жатыр, себебі астына биогумус салынған. Бірінші бізге поролоннан 5 сантиметр жасап қырқып алу керек қайшымен жалпы. Ұзындығы шамамен бір 50 сантиметр, 40 сантиметр болар. Енді горилланың құтысын осылай кесіп аламыз дайындап алдын ала. Поролонды көшеттің беліне байлаймыз, бір 20 сантиметрдей жерден жоғары жасап. Үстінен горилланың құтысын көрдіңіздер ме, астында 4-5 сантиметр қуыс қалады. Осылай құтысын әдемілеп жайғастырып сыммен байлайтын боламыз. Енді қараңыздар, астында қуыс қалды. Құмырсқа жоғарғы шығу үшін оған қиын болады. Кедергіні басып өту үшін оған біршама логикалық шешім қабылдау керек болады. Жақсылап сыммен орап тастаймыз. Болды, әдемі. Көшетіңізге енді құмырсқа шыға алмайтын болады. Бұл тексерілген, өткен жылы да жасағанбыз. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, комментарияға ойларыңызды жазып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, аман болыңыздар, баршаға күн сәтті өтсін. Қорғанысты баклажкамен де жасаса болады. Қараңыздар, жоғарысында 4 сантиметрдей және астында бізде қуыс. Құмырсқа келеді, ағашпен келеді, жоғарға шығып кете алмайды. Жоғарға шығу үшін ол баклажканың пәсіне түсу керек, сосын мына жерден қайттан жоғарға шығу керек та, бірақ оны жасай алмайды олай. Мінекей. Әдемі, өткен жылы жасағанмын, пайдасы өте зор. Мына жоғарғысына жаңағы дус, анау-мынау жаңағы сеуіп қойса да болады. Қандай да бір препарат.